Әлем смарт арнасында сенім туралы нақыл сөздер. Біреуге деген сенімің неғұрлым үлкен болса, соғұрлым одан көңілің қалады. Өзің сенім артқан әрбір адамның қолына өткір қанжар ұстатқанмен теңсің. Өйткені ол сені онымен қорғауы да, бауыздауы да мүмкін. Мынадай қарапайым шындықты ұмытпа. Ешкімге сенім артпа, сонда сені ешкім алдай алмайды. Адамға бар көңіліңмен сенім арту өте қауіпті нәрсе. Өйткені бүгін олар саған адалдық пен шындықты айтып ант береді. Ал ертеңіне арқаңа пышақ сұғады және саған қанжар сұққан адам ең жақын адамың болып шығады. Өйткені ол сенің әлсіз тұсыңды жақсы біледі. Саған бір рет сатқындық жасаған адамнан сақ бол. Өйткені ол бұл әдетін қайта қайталауы мүмкін. Жауапсыз махаббаттан қаш. Өйткені ол бәрібір сендік болмайды. Адал адамның ең кемшіл тұсы бұл оның сенгіштігі. Нағыз еркек мына 3 қасиетсіздіктен қашады: көп сөйлеуден, сыр сақтай алмаудан және көрінгенге сенім артудан. Адамның сөзіне емес, ісіне сеніңіз. Оның сізге деген көзқарасын істеген ісінен білуге болады. Сөзі алдамшы, жай ғана істеген ісіне қарап, оның нағыз бет-бейнесін көруге болады. Саған сеніп тапсырылған аманатты қандай жағдай болса да өз иесіне тапсыр. Саған сатқындық жасаса да, сен ешкімге сатқындық көрсетпе. Біз өзіміз танымайтын адамға сенім артуға бір табан жақын тұрамыз. Өйткені ол бұрын бізді ешқашан алдамаған. Біздің адамдарға сенбеуіміздің 2 себебі бар. Біріншісі, біз оларды танымаймыз. Ал екіншісі, біз оларды өте жақсы танимыз. Ешқашан сізге тек қайғысы мен қиындығын айтып, ал қуанышын жасыратын адамға сенім артпаңыз. Сенім артқымыз келетін адамдар өте көп, бірақ сенім арта алатын адамдарымыз өте аз. Менің көңіл күйімнің түсуі сенің мені алдағаныңнан емес, бұдан былай саған сенім арта алмайтындығымнан. Тым сенгіш адамның мынадай 3 белгісі бар. Біріншісі, ол өзгелерден ешқандай дәлел сұрамай-ақ бәріне сене береді. Екінші, ол өзі қандай болса өзгені де сондай деп ойлайды, бәрін өзіндей көреді. Ал үшіншісі, ол өзгелер мен жайлы жаман ойда болмасын деп бәрін істей береді. Өмірден көп таяқ жеген адамдар ақыр соңында ең мықты тұлғаға айналады. Адамға ең жаман ауыртпалық пен жүрек жарасын беретін, оған бұрын бақыт сыйлаған адамдар. Досын сатқан, қосын сатқанмен бірдей. Қинамайда абақтыға жапқаны, қиын емес дарғасқаны, атқаны. Маған қиын осылардың бәрінен өз аулаңның иттері үріп қапқаны. Өмірінде бір рет сатқындық жасаған адам екінші рет оны міндетті түрде қайталайды. Сатқындық тұқым қуалайды. Адам өзі неғұрлым адал болған сайын өзгелерді сатқындық жасайды деп ойламайды. Егер біреуге сенің кесіріңнен сатқындық жасаса, онымен өміріңді ешқашан байланыстырма, себебі ертелі-кеш бір күні ол сені де сатып кетеді. Көңіліңді қалдырғандарға көп сөз айтып қиналудың қажеті жоқ, себебі адалдық аса қымбат сый. Сол үшін оны арзан адамдардан күтпей-ақ қой. Адамды танығың келсе, оны ашуландырып көр, себебі адам ашу үстінде бар ойын ашып салады. Түбінде бәрібір әділдік жеңеді, сондықтан сумаңдаған өтірікші адамдарға қызықпай-ақ қойыңыз. Сатқындық сені уақыттық бәледен құтқарғанмен,
уақыттың жазасынан құтқара алмайды. Өзіне адал адамдар ғана өзгелерге адал бола алады. Егер сен біреуге бір рет алдансаң, ол онда сол адамның қатесі. Ал екінші рет тағы да алдансаң, демек бұл сенің қателігің. Даңқ кімнің күліп тұрса басында, сатқындықта бұғып жүрмек қасында. Екі жүздіге сенім арту деген, оған тағы да опасыздық жасауға мүмкіндік беру деген сөз. Ең маңызды кеңес, алдыңда тұрған қандай жақының болса да, оған сырыңды сеніп тапсырма. Біреу сізге мұңын айтса, демек сізге сенім артыпты. Досым деп жүргенің басыңа іс түскенде, әділ адам деп жүргенің қарыз бергенде, ал әйелім деп жүргенің кедейлікте сыналады. Бір шеберден сұрапты, өмірде жасаған ең үлкен шығыныңыз қандай? Сонда шебер былай депті: лайық болмағандарға жасаған құрметім. Уақыт ең бағалы байлық. Сондықтан оны кімдерге арнап жүргеніңізге сіз де мән беріңіз. Мұратыңа жетпейінше досың мен дұшпаныңа сыр берме. Бір адамға қадірің болмаса, екі адамға күлкі боласың. Біліңіз, өмірдегі ең тамаша сезім біреудің күлімсіреуіне себеп болу. Өтірікшінің шын сөзі де зая кетеді. Тым жұмсақ болмаңыз, езіп кетеді. Тым қатты болсаң, сындырып кетеді. Шектен тыс ештеңеге сене берме. Ақ раушанның да көлеңкесі қара болатынын ұмыттың ба? Ешқашан жақыныңа қарыз берме. Себебі жақын адамыңнан да, ақшаңнан да айырылып қаласың. Көп адам көзін ашудың орнына аузын ашады, және ең қатесі де осы. Ұрлық бір жапырақ нанды ұрлағаннан басталады, ал сатқындық бір ғана көзқарастан басталады. Адам баласы жастық шақ пен денсаулықтың қадірін уақыт өтіп кеткенде ғана түсінеді. Біреуден бірдеңе дәмету ең аянышты хал. Біреуді жазалағанның өзі де ертелі кеш жапа шегеді. Бар болсаң тасыма, жоқ болса жасыма. Құрметті көрермен, осы видеоға пікір білдіріп, лайк басуды ұмытпаңыз. Көріскенше күн жақсы.